Zombie apocalypse. Достар, сіздермен бірге Дулат, және біздің бүгінгі видеоролигімізде мен сіздерге Алдабай тобының "Күт мені" атты өлеңіне разбор жасаймын. Бұл өлең таңдаған себебім, алдыңғы видеороликтің астында бір бауырымыз осы өлеңге разбор істеш деп өтініш қалды, сол үшін соның өтінішін орындаймын. Және де бұл өлеңді өзім тыңдап көрдім, маған өте қатты ұнады, сол үшін сіздерге де кеңес беремін. Ал енді разборымызды бастамас бұрын мен сіздерге орындап берейін. Таңертең қырау, жан жағыңда тау, жапырақ пен жел билейді алаңда вальс бастон. Сәлемің ыстық, жылытты қысты, армандап жүрмін жаным мен сені алыстан. Жалғыздық қиын, кетіп ем қиып, сен мені мәңгілік есіңде сақтайым деп ең. Қара бұлдырман, қоршаған тұман, хат жазып отырмын бұл түнде мен саған. Сен маған хат жазуды ұмытпа, хабар күтемін сенен әр апта. Жылдар жатыр арада мыңдаған, күтсең келемін жаным мен саған. Уақыт санап сағатқа қарама, мені ойлап сүйіктім жылама. Жаңбыр соңы бітеді таңертең, сен мені күтіп алғын әскерден. Ал енді достар, разборымызды бастайық. Ең бірінші сіздерге көрсететін бұл аккордтар. Аккордтар көп бұл әнде. Ол DM, E, AM, G, S, F. G мынандай G да бола береді, бірақ F обязательно. Ал енді сіздерге бұл өлеңде ең қиыны бұл порядок. Сіздерге бірінші бой түсіндірейін, сосын ең қиынына көшеміз. Бой бұнда шестерка, простой, классический. Яғни астыға хлопок, үстіге хлопок, үстіге. Астыға хлопок, үстіге хлопок, үстіге. Бірінші жылдам емес, әсте тартыңыздар. Сосын солай жылдамды қосып үйреніп кетесіздер, және қолдарыңыз үйреніп кетеді. Енді порядокқа көшейік. Порядок бұнда қиын, қайырмасында да, шумақтарында да басқаша. Ең бірінші шумақта аккордтарға назар аударыңыздар, порядокқа мән беріңіздер, және де мені құлақ сап тыңдаңыздар. Сіздерге бірінші шумақ орындап берейін. Таңертең қырау, жан жағыңда тау, жапырақ пен жел билейді алаңда вальс бастон. Яғни көрдіңіздер, бірінші қатарда DM, E, AM болды, екінші қатарда DM, G, S. Ал енді төртінші қатарда сәлемің ыстық, жылытты қысты, армандап жүрмін жаным мен сені алыстан. Әне көрдіңіздер, үшінші және төртінші қатарда уже DM, E, AM. Және де ал төртінші қатарда DM, E, AM. Яғни DM, E, AM-ды қайталайсыздар екі рет. Үшінші, төртінші. Ал енді бесінші, алтыншыда DM, E, AM, DM, G, S.
Yani түсіндіңіздер ғой. Бірінші екінші қатарда DM, E, AM, DM, G, S. Үшінші төртінші қатарда DM, E, AM, DM, E, AM. Yani қайталайсыздар. Ал уже бесінші алтыншы қатарда DM, E, AM, DM, G, S. Осылай ойнайсыздар. Yani жалғыздық қиын, кетіп ем қиып, сен мені мәңгілік есіңде сақтайым деп ең. Көрдіңіздер, ал енді қайырмасында басқа болады. Міне қайырмасын орындап берейін, құлақ салып тыңдаңыздар. Және де аккордтарға назар аударыңыздар. Сен маған хат жазуды ұмытпа, хабар күтемін сенен әр апта. Жолда жатыр арада мыңдаған, күтсең келемін жаным мен саған. Уақыт санап сағатқа қарама, мені ойлап сүйіктім жылама. Жаңбыр соңы бітеді таңертең, сен мені күтіп алғын әскерден. Ал енді достар, осы видеоролик сіздерге көмегін тигізсе, егер ұнаса, түсінікті болса, то осы видеороликке лайк басып, комментарияға келесі қандай өлеңге разбор жасайтынын жазыңыздар. Ал сіздермен бірге болған Дулат, всем пока-пока. Хочу сказать, тебе сказать, ты лайк поставь и подпишись. Если подписан, значит лайк поставь, а лайк поставил, значит подпишись. Хочу сказать, тебе сказать, ты лайк поставь и подпишись. Если подписан, значит лайк поставь.